Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 9-шы сынып 6-шы жаттығуды орындаймыз. Есептерді толығымен түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де басқа да алдағы видеоларды жібермей алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Бастап шығарамыз. Бізде айналмалы стану платформасының айналу периоды 1 бөлінген 15 минут. Айналу осінен 20 дециметр қашықтықта платформаның шеткі нүктелерінің сызықтық жылдамдығын табыңдар дейді. Бізде бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырайық. Мына жерде 15 минутымыз бізде 4 секундқа тең болады екен. 20 дециметр ол бізде 2 метрге тең. Енді жылдамдықтың формуласы ол бізде омега арға тең, ал омега тең болады 2π бөлінген т-ға екен. Енді мынау омеганың орнына 2π бөлінген т-ны қоямыз. Сонда мына жерде 2πr бөлінген т қалады екен. Енді мәндерін қояйық. 2πr бөлінген т тең болады 2 көбейту 3,14 көбейту r бізде 2 метр, 2 метр бөлеміз т 4 секунд. 4 секунд. Сонда тең болады екен 3,14 метр секунд. Өйткені мына жерде 2 мен 2-ні көбейтесің 4 болады, 4 пен қысқарып кетеді мына үшеуі. Сонда жауабы бізде 3,14 метр секундқа тең болады екен. Шығарамыз. Материал нүкте радиусы 15 сантиметр шеңбер бойымен бір қалыпта қозғала отырып 10 секунд ішінде оның ұзындығының жартысын жүріп өтеді. Осы нүкте қозғалысының сызықтық жылдамдығын анықта дейді. ГБЖ өлшемдері бірліктерін жасап 100-ге дейін дөңгелектеңдер деп айтады. Енді бірінші біз мына жерде 50 сантиметрді метрге айналдырамыз. Ол бізде 0,5 метрге тең болады екен. Енді қарайық, бізде уақыт 10 секундта ол жартысын өтті. Мысалы мынандай дөңгелек болатын болса, ол жартысын өтті. Ал период дегеніміз ол бір толық айналым жасау. То есть мына жерде 10 секундта өтетін болса, ол қалған жартысын тоже 10 секундта өтеді деген сөз. Сонда бізде периодымызды 20 секунд деп аламыз. Енді жылдамдықтың формуласы ол омега арға тең. Омега арымыз 2π, омегамыз т арға тең. Енді осыған мәндерін қоямыз. Бізде 2 көбейту 3,14 бөлеміз т 20 секунд аламыз. Көбейтеміз 0,5. Сонда бізде 0,16 метр секунд шығады екен. Жауабы 0,16 метр секунд. Үшінші есепті шығарайық. Бізге уақыт берілген 50 секунд және де бұрыштық жылдамдық берілген. Енді қанша айналым жасайды, енді табуымыз керек. Бірінші периодтың формуласы ол т бөлінген n-ға тең. Бұл жерде бізде период жоқ. Периодты мына бұрыштық жылдамдық арқылы табуымыз керек. Ол қалай болады? Бізде омега ол білеміз 2π бөлінген т-ға. Осы жерден т-ны тауып аламыз. Т ол бізде тең болады 2π бөлінген омега. Енді біздегі мына теңдеумен мына теңдеуді екеуін теңестіреміз. Сонда бізде қалады т бөлінген n тең 2π омега. Осы жерден n-ді тауып аламыз. n тең болады омега көбейту т бөлінген 2π. Енді орындарына қойып шығамыз. Омега бізде 4-ке тең, т бізде 50 бөлеміз 2 көбейту 3,14. Сонда жуық шамамен бізде 32 деген шығады екен. Енді үй жұмысын орындайық. Бізде ұшақ винтінің айналу жиілігі 1800 айналым минутына, винт 5 көбейту 14 дәрежесі айналым жасайды. Осы уақытта 270 км/сағат жылдамдықпен сұйықтықты бір қалыпта қозғалады дейді. Енді бізге керек жолды табу керек. Оны километрмен өрнектеңдер деген мына жерде. Енді бірінші мына жердегі халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз. Мынаны айналым секундқа айналдыру үшін 60-қа бөлеміз. Сонда бізде 30 айналым секундқа шығады екен. Енді мына жерде 270 км/сағатымыз ол 75 метр секундқа тең екен. Енді S-ның формуласы жазайық v көбейту т. Осы жерде т-ны табу үшін біз периодтар теңестіреміз. Бірінші формуласы периодтың ол т бөлінген n. Екінші формула т тең 1 бөлінген мю деп алуға. Енді осы жерде мына екі формуланы, мына формуланы және мына формуланы теңестіреміз. То есть бізде т тең болады, т бөлінген n тең болады 1 бөлінген мюға. Осы жерден т-ны табамыз, т тең n бөлінген мю. Енді осы т-ны мына жердегі формуланы орнына қоямыз. Сонда s тең болады v көбейту n бөлінген мюға. Енді орындарына қояйық. v-ның орнына 75-ті қоямыз. Көбейтеміз n 5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі бөлеміз мю бізде 30-ға. Сонда бізде қалады 125 көбейту 10-ның 3 дәрежесі қалады екен. Оны біз 125 километр деп жазсақ болады. Жасанды жол серіктің орбитасының радиусын 4 есе өсірген кезінде оның периоды 8 есе артады екен. Енді жылдамдықтарының өзгерісін табуымыз керек, яғни жылдамдықтардың қатынасын. Ол үшін бірінші жылдамдықтардың формуласын жазып алайық. V1 бізде тең болады 2πr бөлінген т-ға. Нақты бір бар. Екіншісі V2-міз сәйкесінше 2πr2 бөлінген т2 болады екен. Енді осы екеуінің қатынасын жазамыз. Сонда V1-дің V2-ке қатынасы ол бізде тең болады 2πr1 бөлінген т2 бөлеміз 2πr2 бөлу т2. Енді мына екеу кетеді. Сонда бізде қалады екен тең r1 мына жерде
мына жерде 1 бар. R1 бөлінген T1 көбейтеміз. T2-ның орнына 8 T1-ді қоямыз. 8 T1 бөлеміз. R1-дің R2-ның орнына мына жердегі 4 R1-ді қоямыз. 4 R1 тең. Сонда мына жақтан барлық қысқарады. Сонда 8-ді 4-ке бөлеміз, 2 қалады екен. Секундомер төлшелерінің бұрыштық жылдамдықтары бір-бірінен қанша есе өзгеше дейді. Бізде секундомерде 2 төлше болады. Бірінші 1 секундта айналып шығады, екіншісі 1 минутта айналып шығады. Так, осыны мына жерде минутты секундқа айналдырамыз. Сонда біз 60 секунд деген сөз. Енді біз бұрыштық жылдамдықтардың қатынасын табуымыз керек. Енді ол үшін бірінші жеке-жеке бұрыштық жылдамдықтарын жазып аламыз. Ол тең болады омега 1 2π бөлінген T1-ге. Екіншісі омега 2 тең болады 2π бөлінген T2-ге. Енді осы екеуінің қатынасын жазамыз. 1-ді омега 2-ге бөлеміз. Сонда 2π T1 бөлеміз 2π T2-ге. Мынаны көбейту айналдыру үшін төңкереміз. 2π T1 көбейтеміз T2 бөлеміз 2π-ға. Екеу қысқарады. Сонда бізде қалады T2 бөлінген T1. Енді омега 1-ді омега 2-ге бөлген кезінде T2-ні T1-ге бөлген кезінде тең екен. Сонда T2 бізде 60 секунд бөлеміз 1 секундқа тең болады 60 ға.